Қайырлы кеш, құрметті өнерсүйер қауым. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігінің Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының басшылығы бастамасымен болып жатқан бұл іс-шара қажетті әрі маңызды жоба. Ұйымдастырушыларға алғыс айтамын. Менің бүгінгі тақырыбым саз-сырнай аспабының ерекшеліктері. Саз-сырнай аспабының үні ұлы даланың көшпенділерінен бізге жеткен қасиетті үн. Саз-сырнай аспабы табиғаттың 4 стихиясы – топырақ, су, от және ауадан пайда болған. Көлемі қаздың жұмыртқасындай ғана болған аспап, топырақ сумен иі қандыра иленіп, саз балшыққа айланып, от пен ауаның жалынымен пісіп, қайталанбас сазды әуен шығаратын музыкалық аспапқа айналады. Саз-сырнай даланың шөбінің сыбдырын, желдің уілін, құстардың сайрауын, аңының үніне үн қосып, ғасырлар қойнауынан келе жатқан қазақтың киелі аспабы. Саз-сырнай аспабын әлемде акарина тектес үрлемелі аспаптар тобына жатқызамыз. Олардың атауы, пішімі, дыбыс шығару әдісі әр түрлі болғанымен өзге аспаптардан бөлектес, бір-біріне ұқсастығы бар, бөлекте айырмашылықтары бар. Біздің саз-сырнай басқа акарина тектестен аспаптардан айырмашылығы, ерекшелігі, оның сыртқы пішімі, ішкі қуысының ерекшелігі, ауа үрлейтін ойығының қиялай кесілуі, дыбыс шығаратын ойықтарының реті, аппликатура дейміз ғой, соны өзара қайталанбас орналасқан ерекшеліктер деп білеміз. Саз-сырнай аспабының дыбысының үнін тыныс алуға байланысты. Егер сіз алған тынысыңызды қаттырақ үрлеп жіберсеңіз, аспаптың дыбысы жоғарылап кетеді. Музыка тілінде айтқанда тоны жоғарылап фальш болып кетеді. Ақырын алсаңыз, дыбысы ақырын бәсеңсіп, тағы да таза тонға түспей қалады. Сондықтан тыныс алу, тынысты шығару өте саз-сырнай аспабын меңгерген кезде өте маңызды жайт. Саз-сырнай аспабының үні әуезді, құлаққа жағымды, жүректен жүрекке жетердей нәзік әрі мұң мен сағынышқа толы. Саз-сырнай аспабы біздің басқа да халқымыздың, қазақ халқының музыкалық аспаптары домбыра, жетіген, шертер, сыбызғы, қобыз, осы аспаптар аралығында өзара керемет үндестік тауып, бір-бірімен ғажап үйлесім тапқан аспап. Өйткені саз-сырнай мен жетігеннің қанша дуэттері бар әдемі. Халық әндерінің керемет осы екі аспапта керемет келеді. Саз-сырнай мен жетігенмен, шертермен де ойнап жүрген үлкен шығармаларымыз бар. Саз-сырнай мен сыбызғыға екеуі аралық үйлесімдік жазған композиторлардың да шығармалары өте көп. Саз-сырнай аспабы бірнеше түрін Отырар қаласының қазба жұмыстарынан табылып, өткен ғасырдың 70-ші жылдары Болат Сарбаев ағамыздың қолына тиген. Бұл аспаптың дамуын, қайта қалпына келуіне белгілі ғалым, этнограф Болат Сарбаевтың зерттеушілік жұмыстарымен байланыстырамыз. Өткен ғасырдың 60-ші, 70-ші, 80-ші жылдарында жинақтаушылық, зерттеушілік жұмысының нәтижесінде аспапты Қазақстанның көптеген аймақтарында тараған түрлерін тауып, қолына келтірумен түбегейлі Болат Сарбаев ағамыз айналысады. Оларды жинақтап, жүйелеп, классификация дейді ғой, сол классификацияға бөлген осы Болат Сарбаев ағамыздың еңбегі өте зор. Қазақстанның түкпір-түкпірінен Шығыс Түркістан деп айтатын себебім, Ақселеу Сейдімбеков ағамыздың кітабында, қазақтың күй өнері деген кітабында, осы Шығыс Түркістанда Қотан аймағы Құмырабад қорымында табылған саз-сырнайдың мынандай түрі кезігеді. Бұл шамамен 6-7 ғасыр деп айтып кетеді зерттеушілер. Шығыс Түркістаннан, Қытайдан да, Моңғолия, Алтай елінде көптеп осы саз-сырнайдың түрлері кезігеді. Біз саз-сырнайдың тарихын орта ғасырдан таратып жүрміз.
Мен ойлаймын, Сасырнайдың тарихы одан да тереңде жатыр. Ол әлі болашақта, әзірге болашақта тереңдеп зерттеу керек. Ол болашақтың еншісінде. Тереңде жатыр деп себебім, қазір мен тоқтап кетемін. Тереңдік бірінші ғасырларда, біздің дәуірімізге дейін бірінші ғасырда кездескенде сондай мағлұматтар бар. Көне Отырар қаласының қазба орнынан табылған аспаптың алғашқы үлгісі Түркістан облысы Шәуілдір ауылына жақынына орналасқан Отырар қалашығында табылады. 1967 жылы оқытушы Асантай Әлімов, енді ол кезде көптеген оқытушылар, оқушылар, археологтарға көмектесіп, көптеп қазба жұмыстарға қатысып, өздерінің үлестерін қосқан. Сол жолы осы түрлі қыштан жасалған саз, құмыралардан басқа да осындай кішкентай қаздың жұмыртқасындай аспапты белгілі жазушы Дүкенбай Досжанов арқылы Асантай Әлімов ағамыз Болат Сарыбаевқа беріп жібереді. Болат Сарыбаев осы қазба құндылығынан кейін еліміздің түкпір-түкпірінен бұл аспаптың үлгілерін іздестіріп табады. Оларды жинақтап, жүйелеп сипаттама береді. Оңтүстікте табылған бұл аспапты ел ішінде қарттар Фарабидің Сасырнайы деп те айтады екен. Бұған себеп Отырар қаласының көне аты Фараб болса керек. Фарабтан шыққан Әл-Фарабидің кең көлемде салалы ғылым саласын игерген, ол кісі математик, философ қана емес, музыка ғылымына да қосқан үлесі өте зор. Оның себебі осы ол кісінің еңбегі Китап Әл-Мусика Әл-Қабир. Бүгінде осы аймақта, жаңа Отырар аймағында мемлекеттік қорық, Фараби атындағы мемлекеттік қорық мұражайында осы Сасырнайдың алғашқы нұсқасынан бөлек, алғашқы нұсқасы, алғашқы жәдігер біздің Алматыдағы халық аспаптар, Ықылас Дүкенұлы атындағы халық аспаптар музейінде тұр, ең алғашқы табылған Сасырнай. Одан кейінгі тағы бір нұсқасы жаңағы Отырар қорық мұражайында тұр. Шамамен ол жәдігерді зерттеушілер 9-10 ғасырға жатқызады. Өлкетанушы, тарихшы, мұражай ашқан Абдолла Жұмашев ақсақал бүгінде сол кездегі табылған деректерді жинақтап, мұрағатқа тапсырып, оларды зерттеп, жазып, ісінде жалғастырып келеді. Оның айтуынша, ол кісі 2008 жылы Сирия астанасы Дамаскіге барады, енді іс-сапармен. Сол кезде ол кісінің қасына осы мына Семей өңірінде 2008 жылы бір студент оқып жүрген не болып, жаңа переводчик дейді, аудармашы болып, сол жергілікті бір үлкен ғалым, араб, фамилиясын ұмытып отырмын, сол кісі қасына еріп, жаңағы Дамаскідегі мұражайға барса, мұражайда Фарабидің Сасырнайдың үлгісі көрген екен. Оңтүстік Қаратауында, Шымкент өңірінде Қаратау деген тау бар, білесіздер. Сондай Қаратау секілді жаңағы Дамаскіде Касюн деген тау бар екен. Сол Касюн тауында Фараби шыңы бар екен. Енді Шам жерінде сақталған аңыз бойынша сол ғұлама Әл-Фараби елін сағынған кезде сол шыңға шығып, қалтасынан кішкентай Сасырнай сияқты аспапты алып, саздан жасалған, соны ойнап, елге деген сағынышын, мауқын басқан деген сондай бір дерек әңгімелер бар екен. Шам қаласынан, ел аузынан тараған афсанаға сенер болсақ, ұлы ғұлама Сасырнай аспабында да жақсы ойнаған екен. Енді мен қазір сіздердің назарларыңызға осы сырт елде жүрген, ол кезде Монғолия елінде жүрді, ол кісі сырт жақта жүрді. Өзіміздің үлкен сыбызғышы, қазіргі осы сыбызғы аспаптарының жолға қойып, үлкен дәріс беріп жүрген Талғат Кәріпжанұлы сыбызғышының ұстазы, ол кісі Талғат ағамыз коллега ағай жайлы көп әңгіме айтады. Ол кісінің күйлерін зерттеп, кітапқа түсірген Талғат ағамыз. Сол кісінің осы елді аңсап, жаңағы Фараби ғұламамыз сияқты елді аңсап, сағынғанда шығарған
алыстағы арман деген күйін сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Бұл күйді басқа да аспаптар ойнайды, шертерді ойнап жатады, сыбызғы, жетігенді ойнағанын естідім. Енді осы күйді мен сіздерге Сазтырнайда кішкене басын қайрайын. Көрдіңіздер, Сазтырнай аспабына өте керемет жақсы келеді. Айып етпеңіздер. Тамағымыз кеуіп кетеді. Енді осы аспаптың, Сазтырнай аспаптың түрлеріне, ерекшеліктеріне тоқтайтын болсақ, жаңа енді айтып жатырмыз ғой, Болат ағамызбен көп несін келістіреміз, көп Сазтырнайды зерттегенін айтамыз. Үскірік, Тастауық, ол кісі Тастауық, Сазтырнай, Үскірік аспаптар жайлы ол кісі толық мағлұмат беріп, оның ойықтарын, ойнайтын ойығына дейін бәрін зерттеп ол кісі өзі қойып кеткен. Болат Сарыбаев ағатамыздан кейінгі енді қазір заманауи сұранысқа сай, қазір енді аспап арғарай дамып жатқанға сай, өйткені аспаптың мүмкіндігін үлкейтіп, қазір біздің шеберлер уілдеуік деген аспап, енді бас Сазтырнай дейді, музыкада бар ғой, бас, тенор, альт, сопрано деген сияқты бізде де Сазтырнайдың түрлері бар. Мына менің қолымдағы уілдеуік. Біз басында бас деп айтып жүрдік, одан жаңағы зерттеушілермен, жаңа шеберлермен ақылдаса отырып, уілдеуік деп өзінің пішіміне, өзінің үніне сай уілдеуік деп ат қойдық. Қазір енді сіздерге тек осы дыбысын таныстып, бір кішкентай, бір кішігірім күйдің басын қайрайын. Ықылас бабамыздың Ерден күйінің басын сіздерге қайрайын. Көрдіңіздер ғой, өзінің пішіміне сай осындай. Қазір көптеген ансамбльдер, мына біздің Тұран ансамблі, Хасақ ансамбльдері, менің Сазат ансамблім, Сазтырнайшылар ансамблі, осы аспап көп қолданамын. Өйткені мына көптеген фильмдарға, деректі музыкалық фильмдерге осы төмен нотаны, табиғатты суреттеген кезде желдің уілі, бюрат құмның сыбдырын, соны суреттеген кезде біз енді қиналамыз ғой. Сонан осы уілдеуіктің дыбысы таптырмаған бізге керемет бір жол қосылды музыка әлеміне. Келесі аспап Тастауық.
енді тастауықтың біз енді Болат Сарбаев атамыздың еңбегінде мына жерде тұр суретте, кәдімгідей өзі құс сияқты қылып келтіріп тауыққа құсқа келтіріп жасалған. Біз бірақ тастауықтың қазір несін түрін кішкене үлкейттік, өйткені жаңағы сұранысқа сай диапазоны дейміз ғой, үлкен октаваның лясынан кіші октаваның лясына келсе, тастауықтың диапазоны кіші октаваның ресынан қарай бірінші октаваның ресіне дейін келеді. Тастауықты енді тастауық туралы айтып кететін болсақ, бұл аспапты бізге жаңа Болат Сарбаев ағамыздың өзі тауып қосып кетті ғой, бірақ сол кісіге үлкен көмек көрсеткен Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық аспаптар оркестрінің кезінде мына үш шектілер тобының несі болған, концертмейстері болған, ұстаздардың ұстазы Өтепберген Хамзинаға көп көмек көрсетеді. Өйткені ол кісі жас кезінде, кіші кезінде, жаңа ауылда тұрған кезде, бұрын Гурьев облысы болған ғой, сол Гурьев облысының Махамбет ауылында тастауықты ол кісілер өздері қолдан жасап, үлкен қариялардан үйреніп, сол кісі көп деректер айтып, тастауық енді бас кезінде 3-4 ойықпен ғана болған екен. Одан кейінгі аспап енді сасырнай, сіздер үнін бағанадан естіп жатсыздар. Мына 1 октавалық сасырнай, мынау 1,5 октава. 1,5 октава деп айтуға да болмайды. 1 октава толығымен ары қарай терция. Сасырнай, үнін таныстыңыздар. Одан кейінгі аспап үскірік дейді міне. Бұл да Болат Сарбаев ағамыздың, мынау енді қазір реставрация жасалған түрі ғой, Болат Сарбаев ағамыздың еңбегіне, ол кісі бұл аспапта өзі де ойнаған, дыбысы жаңағы ысқырған аяз, суық, сонда неге суреттейді. Үскірік аспабы. Үскірік аспабын бізге ортамызға келуіне Болат Сарбаев ағамызға көмектескен мына Маңғыстау ауданы, Маңғышлақ ауданы дейді, Маңғыстауда Шетпе ауылында тұрған Балапаш Әнесов. Осы кісі көп көмек көрсетті Болат Сарбаевқа. Ол кісімен екеуі зерттеп, ол кісі өзі 1913 жылғы туылған кісі екен. Сол аспапты жасап, деректі фильмде бар, Болат Сарбаев екеуі, сол жаңағы қыстың күні февральда барып, Болат Сарбаев ағамыз сол кісіге жолығып, аспап туралы дерек сұрап жасаған екен. Ол кісінің қызы Хадиша Балапашева апай қазір неде біздің Маңғыстауда саз колледжінде сабақ береді. Осы сасырнай аспабын, үскірік аспабын дамытуға үлкен үлес қосып жатыр. Сол кісінің баласы Ерғали деген жаңағы Балапаш ағамыздың, атамыздың немересі осы аспаптарды жасап, қазір шеберлер қатарында жүрген, аспапты дамытып жүрген шеберлердің бірі. Одан кейінгі аспап шыңырау деп атадық. Шыңырау деп кезгеді. Осы Нұрғиса Тілендиев атамыздың жаңағы партитураларында шыңырау деп енді ол кезде блок флейтаны ойнаған екен. Бірақ енді біздің шеберлер, жас шеберлер осы неге шыңыраудың түрін осыған келтірейікші деп осы шыңырау аспабын қосты ортамызға. Жаңағы үлдеуік, тастауық, сасырнай, үскіріктің бәрінің ойнайтын ойығы табиғи қалпын сақтаған. Жаңа мына үрлейтін ойығын қиялай кесі бәрін табиғи қалпында сақталған. Ал тек қана мына осы шыңырауда біз өйткені дыбыс жоғарылаған сайын таза дыбыс алу қиын болған кейін шеберлер, біздің осы Бақия азамат туралы айтып кетем қазір. Сол кісілер аспаптың үрлейтін ойығын өзгертіп, акарина тектес аспаптарға ұқсатып жасады. Шыңырау. Одан кейін келетін болсақ, мына құссайрауық аспабы. Құссайрауық аспабының алғашқы түрі міне өзі табылған кезінде осындай болып табылған екен. Бұл аспап Түркістан қаласының Болат Сарбаевтан кейінгі табылған аспап құссайрауық. Бұл аспаптың зерттеушілер, археологтар құмын несін зерттеген кезде 7-8 жатқызады бұл жәдігерді. Құссайрауық менің қолымдағы жаңа балалардың шеберлердің өздерінің жасаған түрі ғой. Басында кезікке табылған кезде басы шорт сынған екен. Бұл құссайрауық туралы біздің белгілі аспаптанушы ғалым Забира Жакишеваның аспаптану деген еңбегінде тереңірек кезігеді. Ол кісі бұл аспапты тереңнен зерттеп, үлкен әдебиетшілерге сүйеніп, сол кісілермен ақылдаса отырып,
құс сайрауық деп атын сол кісі өздері ақылдаса отырып қойған екен. Өйткені түрі пішіні құсқа келгеннен кейін, дыбысы да құстың сайрауын келтіргеннен кейін осы атын құс сайрауық деп. Мына еңбекте Забира Жакишева апамыз көп осы құс сайрауық туралы терең айтып кетеді. Енді қазір біз мына қалпымен музыкалында ол аспап болғаннан кейін оны әрине ойнау керек, процесте болу керек, оқу процесінде, музыка процесінде ол болу керек аты болғаннан кейін. Сондықтан жаңа шеберлеріміз састырнай сияқты ойықтарын келтіріп, мынандай қылып кәдімгідей дыбысқа келтіріп, бұны біздің ортамызға қайтарып, қазір біз кең көлемде қолданыста жүрген құс сайрауық аспабымыз. Міне өзінің пішіні де құсқа келеді. Қазір мен сіздерге бір кішкентай кішігірім күйдің басын қайырып көрейін тағы да. Халық күйі Кербез қыз. Осындай дыбысы бар. Енді қазір біз балалар өздері зерттеп, балалар тағы да басқа аспаптарға ұқсатып, мынандай құстың дауысына ұқсатып, мынандай аспаптарды қосып жүрміз міне. Екеуін қосқанда. Енді мына кино түсірген кезде, болмаса музыкалық шығарма жазған кезде құста кеп отырғызып қоймаймыз ғой, тұрғызып қоймаймыз, енді сайрашы деп. Сол кезде бізге осы аспаптар, мына аспаптар көп көмек көрсетеді. Мысалы, мында жаңа көкектің дыбысын келтіруге болады. Осындай дыбыстарды келтіруге болады. Енді аспап болғаннан кейін, аспап ары қарай өмір сүру керек болғаннан кейін шеберлерсіз болмайды. Мен бұл жерде шеберлерге де тоқтап кеттім келіп отыр. Шеберлер деп алғашқы шеберлердің бірі жаңа айтып кеттім ғой. Болат Сарыбаев атамыз, Балапаш Әнешев атамыз, Оразғазы Бейсенбаев аталарымыз. Осы кісілер осы састырнай аспабының, үскірік аспаптарының өмірге қайтуына үлкен үлес қосқан. Болат Сарыбаев атамыздың мен өзінің музей пәтерінде болдым 85-86 жылдары. Ол кісі қайтқаннан кейін әрине. Сонда састырнайдың, енді өтірік айтпайын, бір енді 100-ге шақты састырнайларды көрдім. Біреу ойнауға келеді, біреу ойнауға келмейді, біреуінің басы сынған, біреу глазурланған, әр түрлі түрін көрдім. Формаларында түр-түрі, жан-жақтан жинағанын, өзі жасаған, іздеген кезде, қазба жұмыстардан табылған кезде көптеген ол кісінің пәтерінде көрдім. Оны неге шебер деп айтпасқа? Өйткені ол кісі осы састырнайдың әр ойығына, әр шығатын дыбысына, мынаны үлкен қып дециметр, миллиметріне, бәріне ол кісі өзі тоқталған, зерттеген. Мына осыны мынандайғы сантиметр, миллиметр жазсақ ми шығады, мынандай жазсақ ре шығады деп үлкен зерттеу жасаған ол кісі шебер емегенде әрине шебер. Одан кейінгі айтып кетейін деп отырғаным Жахангер Телғожаев ағамыз туралы айтып кеткім келіп отыр. Ол кісі сіз әрине састырнай кәсіби тұрғыда, кәсіби аспап, музыкалық аспап ретінде Жахангер Телғожаев ағамызсыз орын алмас еді. Жахангер Телғожаев ағамыз өзі жаңағы Сазген ансамблінде талай жыл жұмыс жасағаннан кейін осы аспапты тереңнен білген, терең зерттеген. Мен енді екеуміз бір өз машинесіне отырып алады келетін, сонан кейін бір мынандай дөңгелек несі бар, камертоны бар, сонымен отырамыз да машинеде жаңа аспап таңдап, мынаның үні келмей жатыр, мынаның ресі келмейді, мынаның мынандай келмейді деп талай зерттеу жұмыстар жасап, талай аспаптарды жауып көмектескен Жахангер ағамыз. Содан кейін оқу процесте оқытылғаннан кейін бізге тек қана бір октавалық састырнай ашшылық етті де, бізге жаңағы ары қарай си дыбысы, до дыбысы керек болды. Сол кезде Жахангер ағамыз көп еңбек етіп,
1,5 октава деп айтып жүрміз. Сол кісі октаваға сондай састарнайды қалыптасуға көмек көрсетті. Одан кейін енді мына Шымкент өңірінде, оңтүстік өңірінде Қарабдалов Кендебай ағамызды айтамыз, Абай Ырысбаев ағамызды айтамыз, Қайырғазы Төлен, Жайлау Таласовты айтамыз. Жайлау Таласовна Атырау өңірінде Сағыз деген ауылдан ол кісінің аспаптары түрі мынандай болып келеді. Мақтанып айтып кетуге болады. Осындай аспабы ол кісінің, осы біздің Сымбат Әлімбетованың орындауында бір конкурста гран-при алған осындай аспаптары бар. Одан кейін Қайырғазы Төлен, ол да көп жақсы шебер болған. Енді қазіргі заманда біздің енді Әттеген-ай Жақынгер ағамыз ерте кетті, жасынан ерте кетті. Сол кісіден кейін қазіргі састырнай аспабын кәсіби деңгейге аспап ретінде қалыптастырып жүрген Азамат Бақия, Ержан Мұқышев деген шәкірттерімізді айтып кеткім келіп отыр. Енді Азамат Бақияның осы 29 наурыз күні өзінің дәріс беру, аспаптарды таныстыру шеберлік классы несі сабағы өтті. Шеберлік өте керемет өтті. Мақтанып, қуанып, өзінің артында мен мақтанғым келіп отыр, сондай шәкіртіміз барына. Өйткені ол ғасырдың қойнауынан, топырақтың қойнауынан бізге қос үлдеуік аспабын ортамызға кеп қосты. Қос үлдеуік деген аспап бізде қазақтарда болған. Мына Ықылас Дүкенұлы музейінде, атындағы музейінде қос үлдектің жәдігері сақтаулы. 7-8 ғасыр деп айтылады. Сол қос үлдеуікті ортамызға біздің Азамат баламыз қайтарып, міне қос үлдеуік туралы тағы да айтып кеткім келіп отыр. Мына Ақселеу Сейдімбеков ағамыздың кітабында кезігеді. Міне қос үлдеуік, екі үрлейтін ойығы бар, екі тесіктері бар. Бұл аспап кеше Азамат баламыз ойнады. Бурдонмен кәдімгідей бір қылқобыз сияқты дыбыс беріп, сондай қуанып қалдым. Іске сәт деймін баламызға. Ал енді біздің састырнайда басқа елдердің акарина тектес аспаптарымен салыстырмалы болсақ, біздің жеріміздегі ең көне заманнан табылған мұралардың қатарында біздің дәуірімізге дейінгі 1 ғасырда қазіргі Самарқанд қаласының маңында көне қала Афрасияптан табылған терракоттық мүсіндердің ішінен музыкалық үрлемелі аспап ойнаған әйел адамның мүсіні кездеседі. Ол мүсін қазір Санкт-Петербург қаласында Эрмитажда сақтаулы тұр. Орта Азия халықтарының музыкалық аспаптарын зерттеген ғалым Тамара Семеновна Вызганың «Музыкальные инструменты Средней Азии» деген еңбегінде осы аспапты аң пішіндес түрде екі ойығы бар, саздан жасалған, әлемде көп тараған акарина тектес аспапқа ұқсастығын мына жаңағы Эрмитажда тұрған әйел мүсіннің басы, қолындағы аспабы осы біздің заманымызға дейін 1 ғасырда болған акарина тектес аспап туралы кішкене мағлұматтар да бар. Европа және басқа әлемде біздің осы акарина тектес аспабымыз акарина деген атпен тараған. Жапондарда вуду дейді, басқа елде тағы да басқа дейді. Өзге халықтарда, мариларда шон мушпық дейді, чуваштарда там шахлыч дейді, армяндарда пипук дейді, грузиндарда буль-буль дейді. Мына тағы бір аспап көрсеткім келіп отыр сіздерге. Мына аспап, мына Алтай өңірінен келген аспап. Міне көрдіңіздер ғой, Алтайда көптеген аңдар, аю сияқты келтірген, соған ұқсатып келтірген. Мына жер әрине сынып қалды менде. Міне осындай аспап. Мына өзбек ағайындарда да жасайды, өздерінің шалдың несіне келтіріп, міне мынандай осындай үрлемелі аспап. Осындай өзбектерде де бар бұл аспаптар. Сонан кейін өзіміздің көршілес халық қырғыздарда да бұл аспап, акарина тектес аспап бар. Қырғыздың белгілі қырғыз халқының зерттеушісі, аспаптанушы, өнертану кандидаты Сағыналы Субаналиевтің қырғыздың музыкалық аспаптарына арналған еңбегінде осы топтағы аспаптарды чор, ышқырық чор, тұлға чор, чопа чор деп атауларымен келтіреді. Міне менің қолымдағы чопа чор. Чопа чор
Чопо Чордың Састырнайдан ерекшелігі неде? Екеуінің ерекшелігі ең алғашқы үрлейтін дыбыс шығаратын ойығында. Біздің Састырнайымыз міне бағана айтып кеттім, қиялай қиғаштап кетсе, табиғи қалпын сақтап, міне дыбыс шығарған кезде біздің алған тынысымыздың тең жартысы сыртқа кетеді. Ал мына Чопо Чорда мына блок флейтаға келеді, ұқсайтын жерде блок флейталар тұр ғой. Осы блок флейтаға келетіндей, мынандай мундштук деймі, жоқ әлде тағы да патрубок деп айтады. Сондай үрлейтін ойығы осындай болып келеді. Алған тынысыңыздың барлығы ешқайда кетпей үнемдеп аспаптың ішіне түседі. Соның ең ерекшелігі мына саусақтарының ойнайтын, дыбыс шығаратын ойықтарының орналасуында. Мысалы міне көрдіңіздер ғой. Көрдіңіздер ғой, Чопо Чордың үні қандай әдемі. Алғашқы Чопо Чор біздің Састырнай уже 68-ші, 70-ші, 75-ші жылдары кәдімгідей аспап ретінде қалыптасып, үлкен концерттерге, сахналарға шығып жүрді. Чопо Чор алғаш рет 1980 жылы Москвада өткен Олимпиадада өзінің алғашқы рет орындаған Мұратбек деген фамилиясын ұмытып отырмын. Сол кісі үлкен стадионда Москвада Олимпиада кезінде осы Чопо Чордың дыбысы Москвада шығады. Ал енді тағы бір аспапқа тоқтап кеткім келіп отыр. Ол сюн деген Қытайдың аспабы. Менің енді көптеген аспаптардың бір шамасы балалардың қолында жүр. Мына карантинға байланысты балалармен хабар тек онлайн ғана болып атқаннан кейін балалардың қолында, олар үйренсін, ары қарай зерттесін деген немен балалардың бір талай шама аспаптар сол балалардың қолында. Қазір енді мына карантинға байланысты әрине сол балаларды сағынып, басқа әріптестерімізді сағынып, осы карантин аман-есен осы пәле біздің елімізден кетіп, аманшылық болса екен, тезірек ұстаздарымызбен, оқушыларымызбен, туған-туысқандарымызбен қауышып, амандықта жассын Алла көрісуге. Енді қазір мына сюн аспабының дыбысын Састырнаймен ұқсастығы бұлардың дыбыс шығару ойығы. Екеуінде де мына сюнның тарихы 8000 жыл бұрынғы тарихы бар сюнның Қытай еліндегі сақталған. Сол сюнның екеуінің ұқсастығы дыбыс шығару ойығы. Екеуінде де былай келеді, Састырнайдікі қиғаштау үрсе, сюндікін үстінен үрлейді. Ешқандай жаңағындай патрубок та жоқ, ешқандай жаңағы мундштук та жоқ, үстінен дыбысын былай шығарады міне. Міне осындай Қытайдың халқының аспабы сюн. Ал енді аспап болғаннан кейін репертуар болу керек. Репертуар жағына келген кезде біз әрине қиналамыз. Өйткені Састырнай аспабының төл репертуары сақталмаған. Біз көбіне халық әндері, халық күйлері, қырғыз сыбызғы күйлерін орындаймыз, қыл-қобыз күйлерін орындаймыз. Оқу процесс болғаннан кейін әрине бізге күйлерді орындау керек. Сондай қиындықтарда кездесіп жүрміз. Бірақ мен айтқым келеді, 20-шы ғасырдың 70-ші жылынан кейін, 80-ші жылдарынан бастап Састырнай аспабының өзінің төл репертуары қалыптаса бастады. Төл репертуары қалыптасады. Анау Болат Сарбаев ағамыздан. Болат Сарбаев ағамыз өзі үскірікте жақсы орындаған, үскірікте халық әндері, халық күйлерін орындаған, өзінің жанынан да шығарып әуендер орындаған. Нұрғиса Тілендиев атамыз айтып кеттім келеді. Бүгін ол кісінің тірі болса 95-ке келетін еді. Ол кісінің отырар сазы оркестрінің сүйемелдеуімен жазған балапандарым шығармасы, ол 80-ші жылдың бастарында. Ермұрат Үсенов ағамыздың Арбакеш әнін жазып кетті.
ансамбль оркестрдің сүйемелдеуімен алғашқы орындаған алғашқы састырнайшылардың бірі Гүлнара Бекетаева, Ермек Өміров ағамыз айтқым келеді. Ермек Өміровтың көптеген шығармалары бар. Осы Боташым деген шығармасы, Құлыншақтар деген көптеген шығармалары бар. Сейдолла Байтелековтың Кішкентайының өзі неге тұрады? Кішкентайды қазір көп ансамбльдер, оркестрде жас балалар көп орындайды. Эстрадаға қосып орындап жүргендері бар. Еділ Құсайынов ағамыздың шығармалары, бірталай шығармалары бар. 84-85 жылдары ол кісінің Нәзік сезім деген шығарманың ішінде да нәзік десе нәзік, алғашқы орындағандардың қазіргі отырар сазындағы оркестріндегі састырнайшы, үлкен музыкант Лариса Насрединова, Жамағат Темірғалиев ағамызды айтып кеткім келді. Жамағат Темірғалиев ағамыздың осы менің састырнайшы болып қалыптасуыма үлкен еңбегі бар. Өйткені 85 жылы Адырна ансамблі құрылған кезде Жамағат ағамыз мен флейтадан бітірген, флейтисткамын. Соны сен бізге ансамбль құрып жатырмыз, ансамбльға кел деп облыстық филармонияға шақырып, Адырна ансамбліне алғашқы сол кісі шақырған болатын. Сол ансамбльде отырған кезде мен флейтаны ұстап отырам ғой енді. Сол кезде қоғам қайраткері, мына қазақтың дәстүріне, салтына, әні болсын, биі болсын, оюы болсын, әр нәрсесіне, аспабы болсын, жанашыр Өзбекәлі Жәнібеков ағамызда кетіп келеді. Сол кісі мені көріп қалды да флейтада отырғанымды. Сен неғып басқа ұлттың аспабын ұстап, сен алысқа барам деп отырсың ба? Басқа ұлттың аспабын неге дәріптеп нетесің? Міне сенің қолыңа деп сол кезде қолыма ұстатқан састырнай, мына састырнай, осы састырнайды ұстады да, сен осыны шығарасың, қалай үйренесің? Это сенің проблемаң, ары қарай састырнайды дәріптейсің деп, осы екі үлкен ағама рахмет айтқым келеді. Осы менің састырнайшы болып, састырнайды ары қарай зерттеуіме үлкен жол сілтеген осы Өзбекәлі Жәнібеков пен Жамағат ағайларына көп рахмет. Жамағат ағайдың да көптеген шығармалары бар. 88 жылы алғашқы осы менің өзім орындауымда орындалған бағанағы осы бағдарламаның басына кішкене басын ойнадым ғой. Балдәурен шығармасы, Қошқарбек Тасбергеновтің Әуен, Қайырғазы Төленовтің Балауса, Еркін Нұрымбетовтің Балапандарым, Қуаныш Жұмағалиевтің қаншама шығармалары бар. Ерке Наз, Жастық дәурен, Нұркен Ашыровтың шығармасы, Назгүл Таңатардың шығармалары. Назгүл Таңатардың мен айтып кеткім келеді, ол кезде өзі домбырашы, бірақ консерваторияда студент болып оқып жүрген кезде осы факультатив ретінде састырнайды үйреніп, маған осы сізге арнайым деп роман жазып, романсыз қолыма ұстап кеткен. Сол кездегі консерваторияның басшылығы, ректоры және Ехай Наубакирова, сол кездегі халық музыка факультетінің деканы Сахарбаева Карима Сүндетовнаға үлкен алғыс айтқым келеді. Өйткені сол кісілердің қолдауымен, сол кісілердің жанашырларымен састырнай аспабы мамандық ретінде ашылып, қазір үлкен өріс алып, үлкен дамып келе жатыр. Көп рахмет. Тағы да композиторлар ретінде осы састырнайдың репертуарын қалыптасуға көмектесіп жүрген қазіргі Дегдар қорының басшысы Лаура Ахметованың Қаңбақ шал деген шығармасы бар. Еркін Нұрымбетовтің Балдырғандар айтып кеттім ғой жаңа. Содан кейін мына Талдықорғандағы Айбол Құдайбергеновтың де көптеген шығармалары бар. Сол шығармалар енді қазір мына шыққан кітаптарыма менің енді сол композиторлардың 14 жылы шыққан састырнай аспабына арналған Хрестоматия, одан кейінгі міне осы 2019 жылы қайтадан переиздание етеді ғой. 5000 данамен біздің Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрінің қолдауымен шыққан осындай састырнай аспабына арналған Хрестоматия. Содан кейін тағы да мына бір монография, оқулық дейді ғой, састырнай аспап және Акарина тектес үрлемелі аспабы. Бұл 2014 жылы магистрлық қорған кездегі шыққан монографиямыз. Ғылыми жетекшім, үлкен ғалым, доктор Өтеғалиева Сәуле Исқақовнаға мың алғыс. Ол кісі де осы зерттеуге көп еңбегі тиді. Ал енді бір шығарма ойнап, тағы да бір қиыннан етім көру, уақыт деген зымырап кетіп бара жатыр. Ермат Үсеновтің Арбакеш әнін орындап берейін.
осындай арбакеш әнінен үзінді. Ал енді осы мүмкіндікті пайдалана отырып, мен Болат Сарбаевтың арманы болған, ол кісі өзінің 1970 жылы республикалық Лениншіл жас газетінде жазған үлкен мақаласында осы басқа елдерде, басқа мемлекеттерде көптеген ансамбльдер бар. Өзбектерде жаңа ут ансамблінде чант ойнайтын ансамбльдер, тамбірде ойнайтындар, армяндарда каноншылар ансамблі бар деп ол кісі армандаған екен. Сол кісінің сөзінің бір несін оқып кетейін. Өздерінің музыкалық көне мұраларын сақтап қалғысы келген елдердің бәріне дерлік ескі ән күйлерді халық арасынан насихаттау мақсатымен ансамбльдерден бөлек этнографиялық оркестрлерде құрылған дейді. Әрине, ол кісі сол кезде 70 жылы армандаған ол кісінің арманы орындалды. Қазір көптеген оркестрлер, фольклорлық этнографиялық отырар саз оркестрдің өзі неге тұрады. Ансамбльдер, сазген, адырна, жаңағы мұрагер, ғасырлар пернесі, шертер, сарын, сарыарқа сазы, отырар Астана сазы деген қазір көп деген фольклорлық этнографиялық ансамбльдер көп. Бірақ сонымен қатар тек қана аспапшылар ансамблі қазіргі кезде жетігеншілер, тек қана жетігенден тұратын жетігеншілер Кәусар ансамблі, оның жетекшісі біздің белгілі жетіген аспабын дәріптеп жүрген Нұргүл Жақыпбек, және саз сырнайшылар ансамблі, Сазарт ансамблін айтып кеткім келіп отыр. Сазарт ансамблінде осы саз сырнайдың түр-түрі барлығы қолданылады. Сол Сазарт ансамблінің жігіттері, балалары тұрады да бір мезгілде шаң қобызшылар ансамблі болып да көрсетіп жатады. Енді саз сырнай әрине ары қарай үлкен даму жолында, енді айтатын әңгіме көп еді, әрине әттегене уақыт бітіп, уақыт уже кетіп бара жатыр. Домбыра да, қобыз да, сыбызғы да, жетігенде осындай даму жолында қиыншылықтарға жолықты. Біздің саз сырнай аспабымызда осындай қиыншылықтармен бірге қатар қосылып, күн астынан өзіне тиесілі орнын алу үшін сахнада, оркестрде қажет екендігін дәлелдеп, адымдап емес, жаймен бірақ нық басып келеді. Демек, саз сырнайдың болашағы бар. Біз әлі өсеміз, өнеміз. Сөзімнің соңында орыстың белгілі музыканты Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық мемлекеттік консерваториясының мемлекеттік емтиханы төрағасы болып келген кезде Ресей Федерациясының халық әртісі Александр Цыганковтың осы саз сырнай аспабының мемлекет кезінде үлкен баға беріп, үлкен қолдау жасағаны әрине бізге үлкен жұмысымыздың көргені, жұмысымыздың барын тәуба етіп мақтанамыз. Еліміз аман, халқымыз тыныш болсын, әлі талай биіктерден көрінеміз. Енді бағдарламаның соңында сіздермен қоштаса отырып, Ықылас бабамның Кертолғау күйін орындап берейін. Аман, сау болыңыздар.
сау болыңыздар.